Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз 7-ші сынып тақырыбы қысқаша көбейту формулаларына байланысты есептерді шығарамыз. Жалпы есімізге түсіріп алайық, бізде қысқаша көбейту формуласының 7 түрі бар. Бірінші ол екі өрнектің қосындысының квадраты. Бұл бізде а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат болып ашылады. Екі өрнектің айырымының квадраты бізде а квадрат азайтылған 2аб қосылған б квадрат болып ашылады. Екі өрнектің квадраттарының айырымы бізде а минус б көбейтілген а плюс б болып ашылады. Екі өрнектің қосындысының кубы бізде а куб қосылған 3а квадрат б қосылған 3аб квадрат қосылған б куб болып ашылады. Екі өрнектің айырымдарының кубы бізде а куб азайтылған 3а квадрат б қосылған 3аб квадрат мына жақта азайтылған б куб болып ашылады. Екі өрнектің кубтарының айырмасы бізде айырмасында а минус б көбейтілген а квадрат қосылған аб қосылған б квадрат болып, ал кубтарының қосындысы бізде а плюс б көбейтілген а квадрат минус аб қосылған б квадрат болып ашылады. Енді осы 7 түрлі формуланы қолданып есептерді шығарамыз. Бірінші есеп 35-те бірінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дедім. Есептің берілген жазамыз. М куб қосылған 6n квадрат тің квадраты азайтылған 6n квадрат азайтылған м куб тің квадраты тең. Енді біз сіздер ойлауларыңыз мүмкін, мына жақта бізде екі өрнектің қосындысының квадраты, мынау бізде екі өрнектің айырымының квадраты деп, және де осы квадраттарды бөлек-бөлек ашып, жақшаны ашып, солай жазуымызға болады деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Бірақ егер қарап тұратын болсақ, мына жақшаның ішіндегі сандық мәндер мен мына жақтағы әріптік мәндер екеуі бір-біріне тура мәндес, яғни сынары, мынау 6n квадрат 6n квадрат м куб м куб. Бізде тек қана айырмашылығы мына жақта бізде плюсы, мына жақта бізде минусы. Яғни бұл бізде а квадрат азайтылған б квадрат үшінші формулаға келіп тұр. Осы формулаға сәйкестендіріп шығаратын болсақ, біздің есебіміз әрі тез, әрі оңай шығатын болады. Енді осы формула бойынша ашып көрейік. Бізде сонда мына өрнек бізде а болып тұр, мына өрнек бізде б болып тұр. Мұнан просто орындар ауысып кеткен 6n квадрат бірінші тұру керек еді м кубтан. Енді осы үшінші формулаға салып есебімізді ашамыз. Бірінші жақшада сонда бізде а минус б болу керек, көбейтілген а плюс б, яғни мына өрнектің бір дәрежесі мына өрнектің бір дәрежесінен азайтылады. Екінші жақшада мына өрнектің бір дәрежесі мына өрнектің бір дәрежесімен қосылады. Солай ашып жазамыз. Сонда м куб қосылған 6n квадрат азайтылған 6n квадрат, мына жақта минусмен, яғни мынау бізде минус жақша 6n квадрат минус м куб болады ғой. Жақшаны сразу ашатын болсақ, мына жақтағы минус пен мына жақтағы минус плюс болады да, сонда плюс м куб болады. Бір жақша. Екінші жақша м куб қосылған 6n квадрат, мына жақта қосылған болады, таңбалар өзгермейді. 6n квадрат азайтылған м куб тең. Қарап тұрсақ, 6n квадрат пен 6n квадрат бізде мәндес, бірақ таңбалары әртүрлі, сондықтан қысқарады. Мынау жақшаның ішінде м куб пен минус м кубтың таңбалары әртүрлі, бірақ олар мәндес өрнектер, яғни олар қысқарады. Сонда бізде бірінші жақшада м куб қосылған м куб бізде ол 2м куб көбейтілген 6n квадрат қосылған 6n квадрат, бізде n квадратын өзі жазылады, ал алтылары, яғни коэффициенттері бір-бірімен қосылады. Сонда көбейтілген 12n квадрат болады. Тең. Бірден көп мүшелерді стандарт түрге келтіру ережесіне сәйкес біз 12 мен 2-ні көбейтеміз, яғни 24m куб n квадрат болады. Жауабы осылай. Яғни сіздер мына формуланы бөлек бірінші мен екінші формулаға салып бөлек-бөлек ашатын болсаңыздар, есептеріңіз өте ұзақ кетуші еді. Сондықтан біз осындай тез жолмен шығаратын боламыз. Келесі тақтарын шығарайын.
өйткені есептердің барлығы бір-біріне ұқсайды. Мына 35-те бірінші есептейді. Үшінші есеп 9 z қосылған 2x-тің 4 дәрежесінің квадраты азайтылған 2x-тің 4 дәрежесі азайтылған 9z-тің квадраты. Ол жақта да дәл осылай, мынау бізде а, мынау бізде б болса, яғни бұл а квадрат азайтылған б квадраттың формуласына келіп тұр. Сонда бізде 2x4, яғни плюс екеуінің орындары ауысып кеткен, 2x4 дәреже қосылған 9z болу керек еді. Енді осыны үшінші формулаға сәйкестендіріп қоя саламыз. Сонда 9z қосылған 2x-тің 4 дәрежесі минус, бірінші ақшамыз минус, 2x4-тің таңбасы минусқа ауысады. Мынау минус 9z-тің таңбасы плюс болады, себебі жақшаның алдында оның таңбасы минус болып тұр. Сонда плюс 9z болады бір жақша. Екінші жақша 9z қосылған 2x-тің 4 дәрежесі қосылған 2x-тің 4 дәрежесі минус 9z. Дәл мына есептегідей мәндес өрнектер бізде қысқарып кетеді. Қалғандары бір-бірімен қосылып есебіміздің жауабы шығады. 9z қосылған 9z ол 18z. Көбейтілген 2x-тің 4 дәрежесі, 2x-тің 4 дәрежесі ол 4x-тің 4 дәрежесі. Сонда 4-ке 18-ді көбейтсек, 8 жердегі 4-ім 32, 3-ім ойда, 1 жердегі 4-ім 4, ойдағымен 7, 72. X-тің 4 дәрежесі z болады. Жауабы осы. Келесі 35-те екінші есеп. 35-те екінші есеп. Бұл есеп енді басқаша шығады. Бұл есепте дәл осындай екен. Бірінші есеп 1,1 x-тің квадраты минус 6y-тің квадраты азайтылған 1,1 x-тің квадраты азайтылған 6y, 1,1 x-тің квадраты қосылған 6y. Қарап тұратын болсақ, бізде мына 1,1 x квадрат азайтылған 6y, көбейтілген 1,1 x квадрат қосылған 6y, бұл бізде а квадрат азайтылған б квадраттың формуласы, яғни біз бұны ашып жазатын болсақ, 1,1 x квадрат квадраты азайтылған 6y-тің квадраты. Бірақ ол бізге еш нәрсе бермейді. Сондықтан, мына жақта минус болғандықтан екі өрнекке де ұқсас көбейткішті біз жақша сыртына шығарамыз. Сонда бізде мына жақта екі өрнекке де ұқсас көбейткіш, бұл 1,1 x квадрат азайтылған 6y. Яғни бізде мына жақта бұл екі рет кездеседі, өйткені квадрат деп тұр. Мына жақта ол бір рет кездесіп тұр. Яғни оны жақшаның сыртына шығарып, есебімізді шығарып көрейік. X квадрат азайтылған 6y бір жақша. Бізде сонда мына жақтан, яғни 1,1 x квадрат азайтылған 6y-ті осыған бөлетін болсақ, яғни өзі жалғыз қалады. 1,1 x квадрат азайтылған 6y. 6y. Жақшаны аштық. Мынау минус таңбасы болады. Минус. Мынаны көшіріп жазамыз, бірақ та тағы да таңбасы өзгереді. Азайтылған 6y. Енді қараймыз. Бірінші жақшамызды көшіріп жазамыз. 1,1 x квадрат азайтылған 6y. Екінші жақшамызда не қалады? 1,1 x квадрат пен 1,1 x квадрат қысқарып кетеді. Минус 6y, минус 6y, ол минус 12y болады. Минус 12y. Бұл жақта жаңағы немізді жақшаны ашып көбейтіп жіберсек болады. Сонда 1,1-ге 12-ні көбейтеміз. 1,1 x квадрат көбейтілген минус 12y бір жақша и плюс 6y көбейтілген минус 12y. 72 бола ма? 6-ны 2-ге көбейтсе 12 бірін ойда. Плюс 72y квадрат болады. Сонда жауабы 72y квадрат азайтылған 1,1-ді 12-ге көбейтсе
2, так, 2, 2, 1, 1, 2, 1. 12,2, 12,2 x квадрат y. Жауабы осылай болады. 35-те екінші есеп. Үшіншісі дәл осылай. 35-те үшінші есеп. Кішкене басқаша есеп. Осы есепті шығарайық. 35-ші үште есеп. Бірінші есеп. 1000 қосылған а-ның 6 дәрежесі азайтылған а квадрат қосылған 10 а-ның 4 дәрежесі минус 10 а квадрат қосылған 100. Тен. Балалар, біз соңғы өткен тақырыбымыз екі өрнектің кубтарының айырмасы және қосындысына келейік. Осы формуламен шығаратын есеп. Яғни бізде мынау а квадрат қосылған 10 және а-ның 4 дәрежесі минус 10 а квадрат қосылған 100. Бізде бұл екі өрнектің кубтарының қосындысының формуласынан келіп тұр. Яғни а дегеніміз бізде, а квадрат дегеніміз бізде бұл а болып тұр. Мынау бізде а, мынау бізде б. 10 бізде б. Яғни екінші жақшадағы өрнек бізде мына жақта а квадрат болу керек. Азайтылған а квадрат көбейтілген 10 а квадрат көп болып тұр. Яғни а б қосылған б квадрат. Барлығы бір-біріне келіп тұр. Яғни осы формуламен жақшамызды ашатын боламыз. Тен 1000 қосылған а-ның 6 дәрежесі минус. Әлі жақшамызды минустан басымен ашпаймыз. Бірінші мына екі жақшаны біріктіріп аламыз. Сонда біз екі жақшаны біріктіру бойынша бізде а куб плюс б куб болу керек. Сонда а куб менде а квадраттың 3 дәрежесі қосылған 10-ның 3 дәрежесі. А квадраттың 3 дәрежесі бізде а-ның 6 дәрежесі, 10-ның 3 дәрежесі бізде 1000. Сонда есебіміздің жауабы не болады екен? А-ның 6 дәрежесі. Жақшаны ашамыз. Минус а-ның 6 дәрежесі минус 1000. Тен. Сонда 1000 мен 1000 қысқарып кетеді. А-ның 6 мен а-ның 6 қысқарып кетеді. Сонда жауабы 0 болады. Қызық есеп, я? Енді келесі үшінші есеп шығарайық. Үшінші есеп. Так, 0,512 т-ның 3 дәрежесі азайтылған 100. Бір жақша 0,8 т қосылған 5, 0,64 т квадрат азайтылған 4 т қосылған 25. Бұл жақта да екі өрнектің кубтарының қосындысы болады. Сонда бізде 0,8 дегеніміз бізде бұл а болады, 5 бізде б болады. Ал мынау бізде а квадрат азайтылған 0,8 көбейтілген т, яғни ол 5-ті, ол а көбейтілген б, мынаяқта қосылған б квадрат. Осы формуламен есебімізді ашамыз. 0,512 т куб азайтылған 100 қосылған яғни 0,8 т-ның кубы қосылған 5-тің кубы. Сонда есебіміз 0,512 т-ның кубы азайтылған 100 қосылған 0,8 т-ның кубы бізде 0,512 болады. 512 т-ның кубы қосылған 5-тің кубы бізде 125. Сонда екеуі бір-бірімен қосылады. Сонда 0,512 т куб пен 0,512 т куб қосылады. 1,024 т куб болады. Минус 100 плюс 125 бұл бізде
плюс 25 болады. Плюс 25. Яғни жауабы 1,24 т куб қосылған 25 болады.